Сәлем достар, бүгін мен сендерге қалай Android телефонды Windows'ға айналдыру жолын көрсететін болам. Ол үшін сіздерге мына программаны скачать етіп аламыз. Play Market'те бар. Бұл негізінен Windows'ға толық айналмайды, тек бұл эмулятор, яғни соған ұқсас тема сияқты көрсететін болады, бірақ та Windows сияқты болады. Каналға жазамыз, лайк басамыз, ұнамаса дизлайк басамыз. Так, қазір тұрады біраз, өйткені Windows сияқты нұсқасын көрсетіп тұр. Мына жерде міне таңдаймыз. Негізінен Windows 1-ден басталады, яғни ең алғашқы Windows MS-DOS-тан басталады. Мына ең алғашқы Windows осындай логотипте болған, MS-DOS-те кейін өзгертіліп жасалған. Мен қазір Windows XP-ді басып көрем. Windows мені көрейік, маған қызық болып тұр. Болды, сол программадан шықсаңыз, осы программадан шыққандай боласыз. Қазір мінекей басталып жатыр, газ қосылады. Каналға жазыламыз, лайк басамыз міндетті түрде. Мінекей көрсетіп жатыр. Enter басамыз. Мінекей болды. Міне қосылды, өйткені бұл ең алғашқы Windows болғаннан кейін олар ең алдымен осылай ұзақ қосылатын болған. Мінекей қосылды. Қазір Windows XP-дің дауысына ұқсас. Так, енді мына жерде инструкциямен танысып өтесіздер, яғни осынау клавиатура, мынандай нәрсе шықса, яғни осымен басқаруыңыз болады. Так, ноутбуктың андай ортасында басатын сияқты, окей, оң жақ жеріне тақтаса, ары қарай кеттік. Ары қарай компьютерді қалай қолдансаңыз өзіңіз білесіз. Интернетке кіресіз бе, My Computer'ге кіресіз бе, өзіңіз кіресіз. Ал егер осы программадан шығу керекті, өте қарапайым, тек стартты басамыз. Осыны бастық болды. Компьютерден шығамыз. Яғни өзі өшеді. Қайтадан соған кіресіз бе, Windows XP-ге кіресіз бе, қалғанына кіру үшін өзіңіз білесіз, болды. Ары қарай өзіңіз қалай қолдансаңыз өзіңіз білетін боласыз. Каналға жазыламыз, лайк басамыз. Ұнамаса дизлайк басамыз, комментарийға жазып кетеміз.